Hayırlı gün dostlar, barşаңызға сәлем. Бүгінгі жасалатын тағам, яғни винегрет салаты. Оған құрамына кететін соленый 3 огурцы, қайнатылған 3 сәбіз, қайнатылған 3 картошка, қайнатылған 2 қызылша. Сосын консервіделген горох, 1 түйір пияз, 1 қасық тұз, 1 қасықпен 3-4 қасық майонез, өздерің қалауларыңызша қоса бересіздер. Кетті-келдеше жасаймыз. Мінекей достар, сәбіз өстіп кубик қылып турап аламыз, майдалап қайнатылған сәбізімізді, яғни достар, картошкамызды да дәл солай турап аламыз, кубик қылып. Осылай кубик майдалап тураймыз. Майда болған соң мінекей қызылшамыз жеп жақсылап піскен. Осылай кубик қылып турап аламыз. Olsak жақсы болып шығады. Bir түйір пиязымызды осылай жарып, бұны кубик етіп тураймыз. Достар, біздің арнаға жазып, комментарий жазып, қоңыраусына басып тіркеліп тұрыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін. Мінекей достар, біз горохты салып, оның барлығын саламыз. Майонез саламыз. Salamız bарлығын olsun aralastırатын bolamыз. Dostlar, мінекей өте кереметтей салатымыз дайын болды. Винегрет салатымыз. Өздеріңіз де үй жағдайында осылай жасап дайындап жеп көріңіздер. Егер де ұнап жатқан болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.